Бүгін журналистердің назары әнші Қайрат Нұртастың сотында болды. Әнші ұшақ бортында жанжал шығарған үшін 15 тәулікке қамалды. Жанжал неден шыққанын айтайын. Қайрат Нұртасты досы тағы бір жолдасының тойына ән айтып беруге шақырған. Алайда әнші бармай, арада кикілжің шыққан. Былапыт сөз айтылды деген досы Қайрат Нұртасты ұшақ бортында кезіктіріп, арты төбелеске ұласқан. Ақыры Қайрат Нұртас бүгін Шымкентте отырып, астаналық соттың үкімін тыңдады. Оған жеңілдене жарақатын салу және бұзақылық баптары бойынша айып тағылған. Алайда жәбірленуші сотта оны кешіргенін және онымен татуласқанын айтқан. Сондықтан прокурор бұзақылық бабымен ғана әншіні 15 тәулікке қамауды сұраған. Судья дәл осы жазаны берді де. Тойым бар, концертім бар деген әнші айыппұл жазасын тағайындауды сұраған. Алайда судья бұл бір айдың ішінде қайталанған бұзақылық деп қамау жазасы осы себепті тағайындалғанын түсіндірді. Айтпақшы, жанжал шығарып төбелескен досы да бүгін 10 тәулікке қамалды. Осылайша бір апта бұрын ұшақтағы жанжал үшін Тұрсынбек Қабатов 5 күнге қамалса, ендігі кезек Қайрат Нұртасқа келіпті. Кімсің, қандай танысың барына қарамайтын сот бары қуантады.